Қазақстанда судьяларды іріктеп алу және кадрлық мәселелер жоғары сот кеңесінің құзыретіне берілген. Кеңес қызметінің 4 негізгі бағыты бар. Соның ішінде біліктілік емтиханы, конкурстық іріктеу, кадр резервін қалыптастыру, тәртіптік істерді қарау. Қазақстанда 411 сот жұмыс істейді. Олар жоғарғы сот, 18 облыстық сот, 392 аудандық сот. 2020 жылмен салыстырғанда аудандық соттар саны ұлғайған. Бұған себеп 21 жаңа мамандандырылған әкімшілік сот құрылды. Дегенмен, судьялардың штаттық саны өзгерген жоқ. Себебі жаңадан құрылған соттар судьялар құрамы мен ішкі ауыстырулар негізінде қамтамасыз етілді. Судьялар корпусының штаттық саны 2684 судья. Іс жүзінде қазір 2367 судья қызмет етіп жүр. Оның ішінде 65 жоғарғы сот судьялары, 458 облыстық соттардың судьялары, 2161 аудандық соттардың судьялары. 2022 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша 317 лауазым бос. Судьялардың жалпы штаттық санының 11,8%. 2020 жылы бос судья лауазымдары саны 290-ды құраған, 10,8%. Сот жүйесінде гендерлік құрамның теңгерімі байқалып отыр. Гендерлік құрамы 48% ерлер, 52% әйелдер. Былтырда ерлер мен әйелдер санының ара салмағы дәл осындай болған. Судьялардың орташа жасы 45 жыл. Судья лауазымындағы еңбек өтілі 15 жыл. 59 судья ғылыми дәрежеге ие. 308 судья сот төрелігі академиясының түлектері. 89-ы шетелде жоғары білім алған. 95-і шет тілдерін меңгерген. Судья атану үшін үміткерлер біліктілік емтиханын тапсырады. Ол 5 кезеңнен тұрады. Психологиялық тестлеу, заңнаманы білу деңгейін анықтайтын сынақ, эссе жазу, кейстік тапсырмаларды орындау, сұхбаттасу. Мемлекет басшысының сот жүйесіне салық салу, жер қойнауын пайдалану, зияткерлік меншік, корпоративтік құқық салаларындағы білікті мамандарды тарту жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында тестлеу қазір мамандандырылған. Биылдан бастап заңгер мамандығы бойынша 10 жылдан астам еңбек өтілі бар талапкерлер бұрынғы 11-дің орнына құқықтың 8 саласы бойынша сынақ тапсырады. 6-ы міндетті, 2-і таңдау бойынша. Салалық мамандар үшін біліктілік емтиханын тапсырудың айрықша оңтайландырылған тәртібі енгізілді. 5 кезеңнің орнына 2. Әлеуетті үміткерлер санын арттыру үшін емтиханды қайта тапсыру мерзімі 6 айдан 3 айға дейін қысқарды. Біліктілік емтиханы процедурасын жетілдіру аясында үміткерлер тапсыратын құжаттар тізімі 20%-ға қысқартылды. Қабылданған шаралардың арқасында сот жүйесіне тартылатын үміткерлер санын арттыруға мүмкіндік туды. Скаутинг жүйесі жолға қойылды. Жеке, мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда қызмет еткен заңгерлер мен адвокаттарға арналып 10 онлайн семинар ұйымдастырылды. Онда судья лауазымына іріктелу тәртібі жан-жақты түсіндірілді. Семинарларға барлығы 800-ден астам адам қатысты. 2021 жылы 4 біліктілік емтиханы жүргізілді. Оларға барлығы 256 адам қатысты. Емтиханның барлық кезеңдерінен 28 үміткер сүрінбей өтті. 2020 жылы 215 талапкердің ішінен 13-і ғана өткен. Соның ішінде сот жүйесінің 13 қызметкері, құқық қорғау органдарының 5 қызметкері, 6 адвокат, 1 нотариус, 1 жеке ұйым қызметкері, 2 өзін-өзі жұмыспен қамтушы мемлекеттік қызметшілер болған жоқ. 2021 жылы біліктілік емтиханы нәтижелеріне шағымдарды қарайтын апелляциялық комиссияның 3 отырысы өткізілді. Онда 20 шағым қаралды. 12-сі қанағаттандырылып, 8-і қанағаттандырусыз қалдырылды. Біліктілік емтиханынан сүрінбей өткен талапкерлер соттарға тағылымдамадан өтуге жіберіледі. 2021 жылы тағылымдамадан 14 үміткер өтті. Оның 13-і оны сәтті аяқтап, 10 қорытындыға ие болды. Біреуіне теріс қорытынды шығарылды. Тағы 11 үміткер қазіргі таңда тағылымдамадан өтіп жүр. Конкурстық іріктеу кезінде үміткерлер келесідей сынақтан өтеді. Автоматтандырылған бағалау, комиссияның кешенді бағалауы, бағалаудың қосымша тетіктері, сұхбаттасу. 2021 жылы 672 бос судья лауазымдарына жарияланған 4 конкурс қорытындыланып, 400 үміткер ұсынылды. Соның ішінде 302-сі өзге соттарға жаңадан тағайындалған судьялар, 98-і тұңғыш рет судья болып тағайындалған үміткерлер. Жан-жақты сараптама жасау үшін үміткерлер туралы қоғамдық пікір жиналады. Олардың мәліметтері кеңестің сайтында орналастырылып, кез келген азамат конкурсқа қатысатын әрбір үміткер туралы пікір қалдыра алады. Былтыр азаматтар 1000-нан астам пікір қалдырған. Әкімшілік соттарға қызметке тұруға ниет білдірген үміткерлер әкімшілік рәсімдік процестік кодексін білу деңгейін анықтайтын компьютерлік тест тапсырып, кейстік тапсырмаларды орындайды.
Үміткерлердің ең үлкен үлесі Нұр-Сұлтан 1 орынға 100 үміткерден, және Алматы 1 орынға 90 үміткерден қалаларындағы аудандық соттарға тиесілі. Ал шалғайдағы және аз құрамдағы соттарға жарияланған конкурстарға қатысушылар саны көп болған жоқ. Мысалы, Маңғыстау облысындағы Мұнайлы аудандық сотының судьясы лауазымына 5 адам құжат тапсырған. Қарағанды облысындағы Приозерск аудандық сотының судьясы лауазымына 4 адам өтініш берген. Ал 41 аудандық соттың төрағалары лауазымдарына жарияланған конкурсқа қатысушылар мүлдем табылмады. Бірқатар соттардың штаттық құрылымының өзгеруіне байланысты 2021 жылы кеңес 272 бос судья лауазымдарына жарияланған конкурстарды лайықты үміткерлер болмауы себебінен жүзеге аспады деп таныды. 2020 жылы 110 вакансия бос қалған. Биыл конкурстық іріктеу тәртібіне келесідей өзгертулер енгізілді. Облыстық соттарға баратын белгілі бір сала мамандары үшін жеке конкурс қарастырылған. Шалғай және аз құрамдағы соттардың судьяларына мұндай соттардағы жұмыстың тартымдылығын арттыру үшін мансаптық жолында басымдық беріледі. Салық салу, жер қойнауын пайдалану, зияткерлік меншік, корпоративтік құқық салаларындағы білікті мамандарға басымдық беру. Кеңестің сайтында конкурстың әрбір кезеңінің нәтижелері жарияланады. Конкурстық іріктеулердің қорытындылары бойынша республикалық бұқаралық ақпарат құралдары үшін брифингтер ұйымдастырылады. Түсіндіру жұмыстарының шеңберінде бақтарда және әлеуметтік желілерде тақырыптық бейнероликтер, ақпараттық материалдар мен баспасөз хабарламалары орналастырылады. Облыстық соттардың төрағалары, жоғарғы соттың сот алқасы төрағаларының бос лауазымдарына үміткерлер жоғарғы соттың пленарлық отырыстарында қаралып, кейін жоғарғы сот төрағасының ұсынысымен жоғарғы сот кеңесінің қарауына баламалы түрде шығарылады. 2021 жылы осындай жолмен облыстық соттардың 3 төрағасы және жоғарғы соттың әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы тағайындалды. Бұдан бөлек, заңнамада бірқатар басқа да конкурстан тыс тағайындау жолдары қарастырылған. Олардың келісімімен жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен сот алқаларының төрағалары, жоғарғы соттың төрағасы мен сот алқаларының төрағалары уәкілеттілік мерзімі аяқталған кезде немесе басшылық қызметтен өз еркімен босатылған жағдайда, тиісті соттарда бос судья лауазымдары болмаған жағдайда тең немесе төмен тұрған соттың судьясы лауазымына ұсынылады. Судьялар сот қайта құрылғанда, сот таратылғанда, тиісті соттың судьялар құрамы қысқартылғанда, сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімімен басқа сотқа ауыстырылған жағдайда. 2021 жылы аталған негіздемелер бойынша облыстық соттардың 3 судьясы және аудандық соттардың 134 судьясы конкурстан тыс тәртіппен тағайындалды. Заңнамамен сонымен қатар жоғарғы соттың судьясы лауазымына конкурстан тыс тәртіппен президенттің бастамасымен үміткерлерді тағайындау қарастырылған. 2021 жылы мемлекет басшысы конкурстан тыс негізде ұсынып, парламент сенаты мен жоғарғы соттың 6 судьясы сайланды. Оның екеуі жеке секторда қызмет еткен заңгерлер. 2021 жылы жоғары тұрған және басшылық судья лауазымдарына кадр резервіне 59 кандидатура енгізілді. Соның ішінде жоғарғы сот судьясы 3, облыстық сот төрағасы 1, облыстық соттың сот алқасының төрағасы 3, облыстық сот судьясы 36, аудандық сот төрағасы 21. Жоғары тұрған және басшылық судья лауазымдарына қалыптастырылған кадр резервінен 34 адам конкурстық іріктеу аясында тағайындалды. Соның ішінде 6-ы облыстық соттың сот алқасы төрағасы лауазымдарына, 9-ы облыстық соттың судьясы лауазымдарына, 19-ы аудандық сот төрағасы лауазымдарына. 2021 жылы сот жюриі 103 тәртіптік істі қараған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 14,4%-ға артық. Тәртіптік жауапкершілікке 67 судья тартылды. 2020 жылы 62 судья тартылған. Тәртіптік жауапкершілікке тартылғандарды судья лауазымдарының санатына жіктесек, 56-сы аудандық және оларға теңестірілген соттардың судьясы, 83,6%. Соның ішінде 2 судья 2 мәрте. 2020 жылы аудандық соттардың 51 судьясы тартылған. 8 аудандық және оларға теңестірілген соттардың төрағасы 11,9%. Соның ішінде 2 төраға 2 мәрте. 2020 жылы 11 аудандық соттың төрағасы тартылған. 3 облыстық соттың судьясы 4,5%. 2020 жылы облыстық деңгейдегі судьялар жауапқа тартылмаған. Барлығы 71 тәртіптік жаза қолданылды. 2020 жылы 66 жаза, 47 ескерту, 66,2%. 2020 жылы 28, 19 сөгіс, 26,8%. 2020 жылы 26. 3 аудандық соттың төрағасы лауазымынан босату 4,2%. 2020 жылы мұндай жаза қолданылмаған. 2 судья лауазымынан босату 2,8%. 2020 жылы 12. Судьяларды тәртіптік жауапкершілікке тарту негіздері. Сот төрелігін атқару кезінде заң бұзушылыққа жол беру 60 іс бойынша 84,5%. Судья әдебін бұзу 8 тәртіптік іс бойынша 11,3%.
Быйыл сот жюриінің судьяларды тәртіптік жауапкершілікке тарту жөніндегі 7 шешіміне шағым түсірілді. Оларды қарау нәтижелері бойынша жюридің барлық шешімдері негізделген деп танылды. Кеңес шетелдік серіктестермен қарым-қатынасты нығайтуға баса көңіл бөледі. Кадрларды іріктеу және даярлау жүйесін жетілдіру мақсатында озық әлемдік тәжірибелер зерделенеді. Ұлыбританияның судьяларды тағайындау жөніндегі комиссиясымен, Сингапур Республикасы судьялар қызметі жөніндегі комиссиясымен, Бельгия корольдігі жоғары әділет кеңесімен, халықаралық сот әкімшілендіру қауымдастығымен ынтымақтастық орнатылды. 2021 жылы кеңестің ұйымдастыруымен 4-ші халықаралық дөңгелек үстел жиыны өткізілді. Оның жұмысына Еуропа, ТМД, Орталық Азия елдерінің сот кеңестері мен сот органдарының өкілдері қатысты. Бұл шараның қорытындысы бойынша озық IT және HR технологияларын пайдалану туралы бірқатар ұсыныстар қабылданды. Олар кеңес қызметінде тиімді пайдаланылатын болады. Толық ақпаратпен жоғары сот кеңесінің ресми сайтында танысуға болады.